Тәңіршілдік ресми түрде мойындалуы мүмкін. Алдымен парақшамызға жазылыңыздар, біз толығырақ айтамыз. 24 сәуірде көне түркі жазуын зерттеу орталығының жетекшісі Ерлан Еспенбетов тәңіршілдікті тіркеу идеясын қолдауды сұрады. Ол хатты Әділет министрлігінің басшысы Азамат Есқараевқа жолдаған. Соңғы жылдары Қазақстанда мемлекеттік дін дәрежесі қалыптасып, тәңірлік ілімді ұстанушылар саны артып келеді. Жақын арада тенгриандықтармыз деп ашық айтатындар саны миллионнан асады. Қазір repetition.kz сайтында тенгризмді мойындау туралы петиция жарияланды. 4 күн ішінде ол 340 қол жинады. Дауыс жинау 6 ай бойы жалғасады. Үндеуді үкімет қарау үшін 50 мың қол жинау керек. Тәңіршілдік орталық Азиядағы түркі-моңғол халықтарына ортақ ежелгі діни философиялық сенім жүйесі. Ол аспан мен табиғатты бейнелейтін ең жоғарғы Құдай Тәңірге табынуға негізделген. Бүгінгі таңда Қазақстанда 18 конфессияны білдіретін 3900-дан астам діни бірліктестер ресми тіркелген. Қазақстанда өткен жылдың қазан айында